Тізбенің беті күн сайын ауысады, күн сайын дүние қырық құбылады. Біреу қуанады, біреу мұңаяды, біреу сүйінеді, біреуі күйінеді. Біреуге бәрі жаңадан басталғандай көрінеді, біреуге аяқталғандай көрінеді. Бірақ әр күні жаңа таң атады. Жаңа таң жаңа өмір бастауы, ал өмір деген тарам-тарам жол дейді. Сол жолда өз сүрлеуін тапқан жанның арманы жоқ дейді. Өмір деген біреуге ұзақ, біреуге қысқа сапар дейді. Сол сапарында жақсымен жолдас болу бақыттың дейді. Бейсен Құранбектің өмір жолына қарасаң, өзгеден артық кемі жоқ, оқуға түсе алмай әскерге аттанды. Әскерден келген соң құрылыс техникумына түсті. Бірақ ол оқуды міссе тұтпай журналистикаға келді. Бала Бейсенді қырқынан шыға-шықпастан әжесі бауырына басты. Әлемнің қай қиырына барса да, журналист Бейсен алып тауым, ақбас шыңым деп әжесіне асықты. Өйткені бала Бейсенді дана Бейсенге, дара Бейсенге айналдырған әжесінің тәлім тәрбиесі болар. Спорт оның кәсіптегі бағытын айқындауға, соның нәтижесіне жетуге, өмір формуласын жасауға көп септігін тигізген сияқты. Өйткені студент кезден бергі өмірі жып-жинақы жазылған, алдын ала дайындалған резюмеге де ұқсайды. Алдымен спорт газеті, кейін Рахат, 31-ші телеарна, Хабар телеарнасы, журналист Бейсеннің қызмет баспалдағы Астанада жалғасты. Жалпы кез келген арнаның жаңалықтар бөлімі қазанда қайнап тұрған май сияқты тәжірибесі журналистің өзі-ақ уақытта ысырап алады. Кіріңіздер. Мынау Бейсен ағаның жұмыс кабинеті болған. Мынау өзі жасатқан үстел. Бейсен аға негізі стандарттар жақсы көреді. Кез келген істі бөліп, жіктеп, стандартқа бөліп тастайды. Мына кабинеттегі мынау жазулардың өзі де көп мағынаны береді. Мысалға, мынау сұрақ белгісі. Кез келген мәселені осы 3 формулаға салады. Бұл не? Мысалға, сен Бейсен аға бір мәселемен келсең, бір проектін алып келсең, бұл қандай проект? Бірінші сұрақ белгісі. Сен оған түсіндіруің керек. Екінші, бірінші қадамың қандай болады жаңағын жүзеге асырар кезде? Бірінші сол. Анау доллар берері қандай ол проект? Оған сен бір жобаны алып кел, болмаса бір проблемаңды алып кел, болмаса өзіңнің арманыңды айтып кел. Бәрін осы 3 формулаға салады да шешіп отырады. Сізге бір сұрақ қойсам, Парасат белгі кітап жайында не айтасыз? Бейсен аға өмірден өткеннен осы күнге дейін 3 кітап жарық көрді. Оның біріншісі мынау біздің Бейсен деген кітап. Екіншісі Парасат биігі кітабы, үшіншісі Бейсен және болмыс. Мына біздің Бейсен мен Парасат биігін мен құрастырдым. Бұны Бейсен аға қайтыс болғаннан кейін әлеуметтік желіде көп естеліктер айтылды, өлеңдер арналды, жоқтаулар жазылды. Соның бәрін жинақтап біздің Бейсен кітабына топтастырғам.